Жұмысшы мамандықтары ел экономикасының қозғаушы күші. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Бұл техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің жаңғыртуға бағытталған маңызды қадам. В целях повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования в рамках Года рабочих профессий 12 мая в Восточном Казахстане стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Шығыс 2025. Чемпионат 7 бағыт бойынша 38 құзыреттіліктен 170-тен астам жас мамандардың қатысуымен облысымыздағы құзыреттілік орталықтары мен жетекші колледждердің базасында өтті. Каждое направление чемпионата – это шаг в профессию. В области информационных технологий участники продемонстрировали навыки создания сайтов, мобильных приложений и автоматизации процессов. Өндіріс пен инженериядағы мехатроника, дәнекерлеу және автоматика салаларында қатысушылар инновациялық тәсілдерді ұсынды. В строительстве участники в малярных, отделочных, сантехнических работах и кирпичной кладке показали свои умения, создавая прочные и аккуратные конструкции. Автомеханика саласында қатысушылар көліктерді жөндеп, техникамен жұмыс істеудің дәлдігі мен сенімділігін көрсетті. В направлении образования будущие педагоги показывали, как работать с детьми, используя современные технологии и методы. Шығармашылық пен дизайн бағытында болашақ мамандар сәнді образдар мен жарқын графикалық жобаларды жасады. В сфере услуг повара, кондитеры, медики и парикмахеры демонстрировали мастерство и заботу о людях. Агроскилс Шығыс бағытында жас мамандар агрономия, ветеринария және ауыл шаруашылық техникасын жөндеу салалары бойынша өздерінің кәсіби дағдыларын шыңдады. Молодые участники с особыми образовательными потребностями приняли участие в соревнованиях Обилимпикс Шығыс 2025. Это огромная возможность раскрыть свои таланты и повысить уверенность в себе. Все задания чемпионата были максимально приближены к реальным условиям. Это настоящая профессиональная среда, где важны скорость, точность, креатив и командная работа. Профессиональные навыки участников оценивали более 150 квалифицированных экспертов. WorldSkills Шығыс жай ғана сайыс емес. Бұл болашақ кәсіби мамандар үшін үлкен бастама, мүмкіндіктер мен келешекке деген сенім. Бүгін олар жұмысшы мамандықтардың маңызды, заманауи және беделді екенін дәлелдеп берді.